кардицепс өнімін айта аламын, өйткені 2019 жылы менің қызым бірінші бөпесін босанған тұғын. Мама, мен инсультпен босандым деп маған звондап айтты. Ана мен бала да босанды. Ішінде жаңағы мықты невропатолог дейді, детский. Сол айтты, сол кісіге барған кезімде, апа, ешқандай бұл балада үміт жоқ, бұл бала ертең сөйлемейді, мектеп баланың қабілеті болмайды, бұл бала жүрмейді деді. Ақылдасып, осы кардицепс өнімін және де кальций өнімін беруді ұсынды. Өзім апарып бердім. Қызыма мына досын көбейтіп іш деді. Өйткені қызымның аяғы да кәдімгі байпақ болып ісіп кетті. Ісіп кеткеннен кейін қызым айтты, мынаны балаға сен арқылы беру керек, содан кейін бала тез қалыпқа келеді дедім. Мына стаканның суын үзбей ішуді ұсындым. Осы кардицепс өнімін ішкен кезде 2 айда менің небірім қалыпқа келді. Өйткені 2-ші степенге өтіп кеткен адам болмайды деді. Қазір ол бала ертең апрельдің 15 күні 5-ке келеді. Қазір сөйлегенде енді тілі тастай, және де мына кальцийді үзбей ішкеннің арқасында тістері деген маржандай аппақ қой.